Білесіз ба, біз жүрген жерімізде, тұрған жерімізде көп дұға қыламыз. Тіпті кейбіреулерге дұға қылуды насихат қыламыз. Дұғаның мағынасын айтқым келеді. Хасан Басридің әдемі сөзі бар екен. Дұғам қабыл болмайды деп уайымдама, бәлки дұға жасай алмай қалдым-ау деген халге түсіп қалудан қорық деген сөзі бар. Қайтып айтам, менің дұғам қабыл болмайды деп одан қорықпа дейді. Қорқыныш ол жерде емес екен. Бәлки дұға жасай алмайтындай жағдайға түсіп қалудан қорқу сол қиын екен. Себебі мынандай да бір әсем сөз бар. Ад-дуа хувал гая лайсал васила. Дұға бұл мақсат. Сіздің, біздің мақсатымыз дұға жасау екен. Бұл құрал емес. Яғни көп адамдар дұғаны бір құрал ретінде көреді. Жоқ, бұл құрал емес. Бәлки бұл біздің мақсатымыз. Тағы да басқа мағынада айтамын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ад-дуа мухул ибада дейді. Бұны Тирмизиде келеді, біреулер бұны заиф хадис деп айтады. Дегенмен атақты ғалымдардың көпшілігі осы сөзді бәрібір шынайы қолданған. Мағынасы дұға ғибадат, құлшылықтың маңызы. Яғни шын маңызы, шын мәні ғибадаттың, құлшылықтың бұл дұға екен. Яғни сіз Құдайға жалбарынуыңыз бұл намазда да болу керек. Құдайға жалбарынуыңыз оразада да болу керек. Құдайға жалбарынуыңыз зекетте де болу керек. Яғни осының бәрі дұға. Немесе керісінше айтқанда, барлық ғибадат бітті, құлшылық, барлық ислам жол жоралғыларының барлығының түпкі мәні тура дұғаның өзі. Яғни жалбарыну Құдайға. Ендеше жоғарыда Хасан Басридің сөзі сізбен бізге бір сабақ болса дегім келеді. Дұға, адам дұға жасағанда мақсат дұға жасауда екен. Яғни сіз Құдайға жалбарынуда ғана. Ал оның қабыл болуы, қабыл болмауы сіздің міндетіңіз емес. Ол Алланың міндеті. Сол үшін болса керек, әйгілі бір дұға бар. Ұстаздарымыздан үйренген. Аллахым, сен бізге үйреткендей дұға жасаудамыз. Сен уәде бергендей қабыл етші деген нәрсе бар. Менің айтқым келген нүктем, дұға бұл біздің мақсатымыз, құрал емес. Дұғам қабыл болмайды деп қорқу емес, бәлки дұға жасай алмай қаламын-ау. Сондай халге түсіп қалам, мен Құдайға жалбарына алмайтындай дәрежеде болып қалдым деген қатты жүрек иілмейтін мойынға тап болатындай халге түсіп қалудан қорқу да тұр. Өйткені барлық намаз түбі жалбарыну. Барлық ораза біткен түбі жалбарыну. Зекет, қажылық, қандай да бір білім іздеу Алланың жолында. Тіпті өзге адамдарға жақсылық жасау, қиыншылыққа сабыр ету, бұның барлығы түбі Аллаға жалбарынудан тұрады. Ендеше дұға бұл ғибадаттың төресі, мәні, түпкі маңызы. Және де нақты біліп алыңыз, сізден біздің қатты уайымдайтын нәрсеміз дұғаның қабыл болмай қалуы емес. Біз дұға жасай беруіміз керек. Бізді қатты уайымдату керек болған міндетті түрдегі үлкен проблема дейміз бе, сол дұға жасай алмайтын халге түсіп қалу екен. Сондықтан бауырлар, Құдайдан сұрай беріңіз. Сіз Құдайға жалбарына берген сайын Алла тағала сізге мейірімін төге береді. Өйткені сондай бір хадис бар. Адамдарды Алла тағала сұрау үшін, хадистің мәні сондай, сұрау үшін жақсы көреді. Сұрауы үшін, яғни сіз Құдайдан сұрай берсеңіз, Алла жақсы көре береді. Ғалымдарымыз да айтады ғой, адамнан сұрай берсең, адамдар сені жек көреді. Ал Құдайдан сұрай берсең,
Құдай сені жақсы көре береді, өйткені сен жалбарына бересің. Шын жалбарынуға, шын сүйенуге, шын арқа сүйеп, шынайы сенім артуға лайықты бір ғана зат бар. Ол Алла. Құдай тағаланы танудан сізді бізді Алла тағала айырмасын. Дұға қылудан тоқтамаңыздар. Сауда саламат болыңыз. Алла тағала өміріңізге, істеріңізге береке берсін.